Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum, құрметті бауырлар. Абдал қырағат дәрісін жалғастырамыз. 33-ші дәріс бүгін. Әд-дәрсі сәлису ва саласун. Бүгін андай бір кішкене шиғар өлең жолдары берілген. Бірақ өте оңай, өте жаңағындай пайдалы әрі өлең жолдарын түсініп үйренуге. Жекеше сөздер: тәхкимун, мықтап ілу, бекітіп қою, тағу, қадау. Туамун, қармақ жем, еліктіргіш, қармақтың несіне ұшына іліп қоятын құрт бір болады ғой кішкентай, соны айтады. Еліктіргіш. Синнаратун, қармақ. Ғытсун, бату, батып кету. Шәбкун, іліндіру. Дафда, бақа. Шаба, тою, тойымды болу, тоқтық, тойымдылық. Сәбилін, жол. Кәбір, қартаю, үлкею. Әкбару, әна әкбару, мен үлкейемін, қартаямын, үлкейемін. Кәбарундың үлкею, әна әкбару, содан есік сәт. Кәбера, әкбару, кәбарун, үлкейемін. Шәбәкәтін, тор. Айнын, өзі деген мағына бар. Көз, бұлақ, тыңшы деген де мағына бар. Айнул жәхил, наданның өзі. Мәфқудын, жоқ нәрсе, жоғалған нәрсе. Тәхлиятын, босату. Хәтта деген нәжеде бәрін келтірген. Үшін дейін, шейін, қанша, генше, қанша, кейінше деп жаңағындай әдемі қанша мағына келетінін білдірген нәжеде көрсеткен мысалдармен әдемі. Ләйтәма, шіркінай, әттең, әттегінай деген мағына. Енді өлең жолдары. Иттафақал хәлу мағас сайяди фи бәлдетин min асғарил билади. Елдердің ең кішкентай бір елінен болған бір аңшы бір жағдай тура келді де ән хәккәмәт ту'ма аля синара min ба'ди ма қад амила стихара. Аңшыға жағдай тура келіп, ең кішкентай бір елде тұратын, сөйтті да ол қармағына еліктіргішті қармақтың ұшына құртын ілдірді, жақсылап. Хәккәмә, тәхким деген мағына сөз. Жақсылап ілдірді де бүкіл min ба'ди ма қад амила стихара, бүкіл дайындық жұмыстарын, истихараларын істеп болғаннан кейін қармағына құртын ілдірді дейді. فغطست في الماء بعض أذرع. Сөйтті да қармақ судың ішіне батты дейді. Бa'да азру'ин, бірнеше шынтақ тереңдікке батты. Вашабакат самакатан кәл исбаи. Сөйтіп бармақтай болған, үлкендігі кішкентай, онан бармақтай болған бір балық ұстап алды дейді. Аулап алды. Ақалат лаху, балық айтты оған, аңшыға: «Вахалли мисли манфаа, мен сияқты кішкентай балықтан пайда бар ма? Я лайтама баддалтани бидафтаа. Әттеген-ай, кәне енді мені құрбақамен ауыстырып алсаң» дейді. Мен кішкентаймын, құрбақа үлкенірек, құрбақадан пайда бар, менен пайда жоқ дегендей мағынада. Инни сағиратун ва лайса би тама, из лайса ли туамун ва ла минни шаба. Мен кішкентаймын, менен ешқандай үміт жоқ. Өйткені менен ешқандай дәмде сезбейсің, мені жесең ешқандай қарныңда тоймайды дейді. Ахалли сабили, менің жолымды босатшы. Санатайни акбуру, 2 жылға мені босатшы, мен үлкейіп келейін саған. Ва бa'ду фи хадал макан ахдуру. Сөйтіп мен 2 жыл босатсаң, мені қазір босатып жіберіп 2 жылға уақыт берсең, мен сол 2 жылдан кейін осы мекенге, осы жерге, судың именно осы жерге келемін. Варми илал бахри ли сайди шабака. Мені сол кезде аулап алу үшін, 2 жылдан кейін мен келген кезінде мені аулап алу үшін осы өзенге торыңды лақтыр. Сөйтіп хатта яқулан насу сада самака. Сөйтіп әйтеуір адамдар бір балық ұстапты деп айтатындай болсын дейді, айтқанынша дейді. Яғни мен қазір кішкентаймын ғой, 2 жылға жіберсең мен үлкейіп келем, сосын мен үлкейіп келгеннен кейін торыңды лақтырып мені аулап ала бер. Сол кезде сен адамдар міне балық ұстапты ғой деп айтады дейді. Яғни үлкен балық дейді. Әйтпесе мен кішкентаймын дейді, сол үшін жібер дейді.
Фақала бәл акуну айнал жахили. Сол кезде аңшы айтты, бәлкім мен өйтіп істеп жіберетін болсам, наданның өзі боламын. Из таракту ажилан би ажили. Өйткені иза таракту ажилан би ажили. Болашағыма асыққан күйде сені тастасам дейді. Иза таракту ажилан би ажили. Иза таракту, егер мен тәрк етсем сені, ажилан асыққан күйде би ажили, яғни болашағыма асыққан күйде сені тастасам, мен наданның өзі боламын. Ва ажизун, енді нағыз надан, нағыз әлсіз адам, яғни ажиз деген махрум қалған адам дейді ғой, ештеңесіз қалған адам ажиз. Ва ажизун мән таракал маужуда, нағыз әлсіз адам ол бар нәрсені тастап, тамаан ва талабал мафкуда, жоқ нәрсені үміт еткен күйде, жоқ нәрсені табу үшін бар нәрсесін, қолындағы тұрған нәрсесін тастап жіберген адам нағыз әлсіз, нағыз ақымақ адам деп ойлаймын дейді аңшы адам. Өте өнегелі ойлың жолдары, қолыңдағы қандай кішкентай болса да, оны үлкейтемін деп, оны арттырамын деп, болашақтағы белгісіз болған бірдеңені үміт етіп, қолыңдағы бар нәрсеңді тастап жіберме дейді. Өте өнегелі оқиға екен. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін түсініп оқуда, түсінбеген жерлеріңізді міндетті түрде сұраңыздар. Уа ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.